Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі, яғни қызыл ірімшіктің рецептісін ұсынатын боламын. Ең алдымен бізге 3,2% осындай сүт керек болады. Менде магазиннің сүті 5 литр. Одан кейін газге қойғаннан кейін сүтіміз қайнағаннан кейін 2 стакан осындай домашний, яғни қолдың айранын саламын. Айранымызды салғаннан кейін жақсылап біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Осылай жақсылап әдемілеп араластырып болғаннан кейін бетін жауып, сүтіміздің іріп шыққан уақытына дейін қойып қоятын боламыз. Бізде уже сүтіміз міне іріп шықты, яғни осылай іріуі қажет. Сары суы бөлектенгеннен кейін қақпағын жауып, орташа отта шамамен 3 сағат қайнатамыз. 3 сағат өтті, ірімшіктер осылай қызарып бастады. Енді қантымызды саламыз. Мен 5 литр сүтке 200 грамм қант қостым. Одан кейін қант салғаннан кейін тағы да 1-2 сағат қайнатамыз. Осымен қызыл ірімшік дайын болды. Оны марлыге немесе бір кез келген бір ыдысқа сүзіп алып, яғни сары суы толықтай ағып кетсін десеңіздер, бетін жауып, ауыр затпен үстін бастырып қоямыз. Яғни бізде сол кезде қызыл ірімшіктеріміз бір-бірімен әдемгілеп нығыздалып, бізде сары суымыздың барлығы толықтай ағып кететін болады. Менде ірімшігім осылайынан 3-4 сағат тұрды, сары суынан ажырады, әдемі болып нығыздалды. Осылайынан жақсылап кесіп әдемілеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көруге кеңес беремін. Және де видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.